Біздің заңдарымызда да негізінде экстремизмге, терроризмге қарсы баптарымыздың барлығында да дін деген мәселе жоқ. Экстремистік, террористік бағытты не үшін дінмен байланыстырамыз? Себебі экстремистік, террористік бағытқа, сондай идеяларға апару үшін ең қолайлы тәсіл ол діни түсінік арқылы апару. Себебі діни түсінік бұл өте үлкен құрал. Себебі дін дегеніңіз өте нәзік нәрсе, өте жаңағындай сезімтал нәрсе, ол адамның жүрегінен орын алатын нәрсе, сондықтан оны адамдардың сезімімен ойнау арқылы, адамдардың ішкі жан дүниесімен ойнау арқылы, сол арқылы дінді жамылу арқылы барып жаңағындай теріс бағытқа, теріс экстремистік пиғылдарға, террористік актілерге осылай арқылы жетелеп апарады. Сол қылмысқа әкелу үшін кезген бұл жерде ислам, мұсылмандықты да пайдалану мүмкін, басқа дінді де пайдалану мүмкін. Сондықтан оның ар жағында белгілі бір саяси күштер, белгілі бір жаңағындай мүдделер тұруы мүмкін. Сол арқылы жаңағындай өзінің қотырын жаңағындай басқа біреудің қолымен қасу сияқты. Бұл айтқан кезде бір жерде ойын алаңы ұйымдастыру үшін сол жерге жаңағындай радикалдарды топтастыру деген сияқты, немесе жаңағындай белгілі бір көзқарастарын жүзеге асыру үшін кепілдік ретінде қорқытып үркіту, тыныштығын бұзу, сол арқылы өздерінің мүдделерін жүзеге асыруға бағытталады. Қарапайым адамдар үлкен жаңағындай геосаяси мәселелерге бойлай бермейді. Діннің де жаңағындай ішкі сыртқы жаңағындай түрлі қабаттарына бойлай бермейтіндіктен ақ-қараны былай айтқан кезде анық қанығын біле алмай қалады. Кім не үшін бұл нәрсені істеп жатыр, не үшін бұған шақырып жатыр, бұның түбінде не жатыр деген дүниелерді тек қана мамандар ғана айта алуы мүмкін, мамандар ғана көре алуы мүмкін. Қарапайым жастар, қарапайым халық оның ар жағында жатқан кейбір мүдделерді, кейбір саяси күштерді оны көре алмайды. Арандатушылық дейді ғой, бұның барлығы сол арандатушылықтан туындайтын дүние. Саяси сауаттылық керек біріншіден, діни сауаттылық керек, сонымен қатар елдегі мамандарды тыңдау қажет.